Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео өте маңызды ақпараттарға толы болмақ. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ми мен асқазан ішек жүйесінің арасында байланыс өте тығыз және маңызды. Бұл өзара байланыс ми ішек өсі деп аталады. Ол жүйке жүйесі, гормондар және иммундық жүйе арқылы жүзеге асады. Ми мен ішек өзара ақпарат алмасып, бір-бірінің жұмысына әсер етеді. Бұл жүйке ішек пен ми арасындағы негізгі коммуникациялық. Асқазан мен ішектен миға сигнал жіберіліп, аштық, тоқтық немесе ыңғайсыздық сияқты сезімдер беріледі. Адам ағзасында вирустар мен бактерияларды жылдам қабылдап, олардан туындайтын ауруларды тудыруға бейім басты органдар бар. Олар тыныс алу жүйесі, яғни мұрын мен өкпе арқылы вирустар мен бактерияларды негізгі ену жолдары осы тыныс алу жүйесі, мұрын мен өкпе арқылы. Мұрынның шырышты қабаты арқылы инфекциялар мен бактериялар тарайды. Екіншіден, ас қорыту жүйесі. Бүгінгі тақырып ішек және асқазан жолындағы бактериялар жайлы болмақ. Осы бактериялар бізді қаншалықты ауруларға душар етеді. Бүгінгі видео қазіргі таңда түсініксіз көптеген ауруларды тудырып жатқан бактериялар мен вирустар жайлы болмақ. Осы бактериялар мен вирустарды ең бірінші қандай ағза қабылдайды, олар бізге қандай ауруларды тудырады, осы жайлы болмақ. Ішек және асқазан ластаған мен суды тұтыну нәтижесінде вирустар мен және бактериялар, ішек таяқшасы, сол сияқты ішек қабырғалары патогендер қабылдауға бейім, әсіресе егер асқазанның қышқылдық деңгейі төмен болса. Асқазан қышқылдығы қалай төмендейді? Бұл асқазан тұз қышқылын жеткіліксіз мөлшерде бөлу жағдайы. Тұз қышқылын асқазан ішек жүйесінің жұмысы үшін өте маңызды. Оның деңгейі төмендеуі ас қорыту процесін бұзып, денсаулыққа кері әсер етеді. Ас қорытуды жақсарту ақуыздарды ыдыратуға көмектесетін ферменттерді белсендіреді. Бактерияларды жою, тағамдармен бірге түсетін зиян микроорганизмдерді залалсыздандырады. Қоректік заттарды сіңуі, кейбір минералдар мен витаминдерді, яғни әсіресе В12 витамині темір, кальций сіңуіне жағдай жасайды. Осы дәрумендерді сіңуіне жағдай жасайтын ағзамыз. Қышқылдық төмендеуі кезінде не болады? Тағам толық қорытылады. Бактериялар мен патогендер асқазан ішек жолына түсіп, ішек флорасын бұзады. В12 витамині немесе темірдің сіңуі төмендейді. Бұл анемия мен басқа да ауруларға әкелуі мүмкін. Ішектің кебу бұл синдромдары, бұл дәрумендер жетіспеген кезде іштің кебуі, аурулар сезімі, асқазан ішек жағымсыз иіс шығаруы, жиі жүрек айну, кекіру, диспепсия, асқазан жұмысының бұзылуы, созылмалы шаршау, әлсіздік, анемия белгілері пайда бола бастайды. Ішек миға серотонин, дофамин сияқты нейромедиаторлар өндіреді. Мысалы, серотонин 90% ішекте синтезделеді. Бұл заттар көңіл-күй, ұйқы және тәбетті реттеуге көмектеседі. Кортизол сияқты стресс гормондары ішектің қызметіне әсер етеді. Керісінше ішектегі өзгерістер, мысалы дисбактериоз, мидың стресске реакциясын күшейтуі мүмкін. Дисбиоз – пайдалы бактериялар байланысының бұзылуы, депрессия, мазасыздық сияқты психологиялық бұзылыстармен байланыстырылған. Иммундық жүйе арқылы ішек иммундық жүйенің ең белсенді бөлігі. Ішектің жағдайы иммундық жауапты реттеп, мидағы қабыну процесіне әсер етуі мүмкін. Микрофлора дұрыс жұмыс істегенде ағза сау және күшті болады, сондықтан да оны қуатты деп атайды. Микрофлораны қалай қуатты етуге болады? Дұрыс тамақтану, жасұныққа бай тағамдар, көкөністер, жемістер, дәнді дақылдар және пробиотиктерді, айран, йогурт, тағы басқа өнімдер қолдануға болады. Антибиотиктерді шектеу керек. Олар пайдалы бактерияларды жойып тастайды. Стрессті азайту, стресс ішек микрофлорасына теріс әсер етеді. Таза су ішу, әсіресе ыстық, тіл күймейтіндей ыстық суды ішсеңіз, әсіресе аш қарынға ішкен жылы су өте пайдалы. Судың жеткілікті мөлшерде тұтыну ішектің жұмысын жақсартады.
аш қарынға ішілген жылы су өте пайдалы. Суды көп ішу ішек денсаулығына бірнеше жағынан пайдалы. Өйткені су ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды рөл атқарады. Міне оның негізгі пайдасы: ас қорыту процесін жақсартады. Су тамақты ыдыратып, ішекті қоректік заттардан сіңуін жеңілдетеді. Асқазан сөлін өндіруге және ферменттердің белсенділігін арттыруға көмектеседі. Іш қатудың алдын алады. Су ішектегі нәжісті жұмсартып, оның қозғалысын жеңілдетеді. Судың жеткіліксіз тұтынуы нәтижесінде қатты болып, іш қатуға әкелуі мүмкін. Және де токсиндерді шығарады. Су бүйрек пен ішек арқылы ағзадағы зиянды заттарды шығару процесін қолдайды. Қалдықтарды дұрыс шығарылуы ішек микрофлорасын теңгерімде ұстайды. Ішек микрофлорасы пайдалы бактериялар дұрыс жұмыс істеуі үшін ылғалды орта қажет. Су жетіспесе, ішек микрофлорасы тепе-теңдігі бұзылып, ас қорыту және иммунитет мәселесі туындауы мүмкін. Су қан айналымын жақсартып, миды оттегімен және қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Сусыздану кезінде қан қоюланып, мидың қажетті қоректік заттарымен қамтамасыз етуі қиындайды. Ағзада судың жетіспеуі мазасыздық пен көңіл күйдің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Ми су тапшылығын стресстік жағдай ретінде қабылдайды. Бұл кортизол, стресс гормоны деңгейін арттырады. Судың ағзада аз болуы тұрақты бас ауруы, шаршау, энергияның төмендеуі, зейін қою мен шешім қабылдаудың қабілеттігін нашарлауы, есте сақтау проблемалары, эмоционалдық тұрақсыздық немесе мазасыздыққа келуі мүмкін. Асқазан ішек жолдарындағы микробиота ми жұмысына әртүрлі жолдармен әсер етеді. Психикалық денсаулық, неврологиялық аурулар, иммундық жүйенің әсері, жүрек қан тамырлар жүйесіне әсері, бауырға әсері, метаболизмге әсері, дене энергиясы мен гормондарға әсері, тері ауруларына әсері, бүйрек пен зәр шығару жүйесіне әсері, тағы да басқа көптеген ауруларға әсері бар. Асқазан ішек жолдары мен ми арасындағы байланыс ғылыми түрде дәлелденген. Осы жүйке жүйесі гормондық және иммундық жүйелер арқылы жұмыс істейді. Сондықтан да асқазан ішек жолдарындағы бүкіл ағзаға, оның ішіндегі миға да әсер етеді. Миға әсері асқазан ішек жолдарындағы микробта ми жұмысына әртүрлі жолдармен әсер етеді. Психологиялық денсаулық, ішек микрофлорасының бұзылуы, дисбиоз, депрессия, мазасыздық және стресс деңгейін жоғарылатуы мүмкін. Микробтар серотонин сияқты гормондардың өндіруіне көмектеседі. Ішектегі қабыну мидың қабынуын тудыруы мүмкін. Бұл неврологиялық аурулармен байланысты болады. Иммундық жүйеге әсері асқазан ішек жолдарындағы ағзаның иммундық жүйеге шамамен 70%-ын қамтиды. Ішек микрофлорасының бұзылуы қабынуға әкеліп, басқа ағзаларға, мысалы бауыр, жүрекке әсер етуі мүмкін. Жүрек қан тамыр жүйесіне әсері ішек микрофлорасының метаболизм өндіреді. Метаболизм өнімдері арқылы қан қысымын, холестерин деңгейін және жүрек ауруларының қаупін реттейді. Бауырға әсері асқазан ішек жолдарындағы зиянды микробтардың белсенділігі бауырға токсиндер жеткізіп, бауыр қабынуын, яғни гепатит тудыруы мүмкін. Метаболизмге әсері ішек микрофлорасы инсулин сезімталдылығын және майдың жиналуын реттейді. Бұл семіздік, қант диабеті сияқты аурулармен байланысты. Дене энергиясы мен гормондарға әсері. Ішек микробтары тағамнан қоректік заттардан сіңуіне көмектесіп, энергия деңгейіне әсер етеді. Олар гормондардың өндірілуіне ықпал етіп, көңіл күй мен жалпы физиологиялық жағдайды басқарады. Тері аурулары, ішек микрофлорасының бұзылуы, безеу, экзема, псориаз сияқты тері ауруларын қоздырады. Бүйрек пен зәр шығару жүйесіне әсері. Ішек микробтары бүйрек ауруына, мысалы, созылмалы бүйрек ауруы ықпал ететін улы заттар өндіруі мүмкін. Асқазан ішек жолдарының саулығын сақтау үшін дұрыс тамақтану, пробиотиктерді қолдану, созылмалы стресс пен зиянды әдеттерден аулақ болу маңызды. Егер асқазан ішек немесе
жүйке жүйесінің байланысты мәселелер туындаса, дәрігерге қаралған жөн. Асқазан мен ішек жолдарында өмір сүретін микробтар, бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар адамның денсаулығына елеулі әсер етеді. Кейбір зиянды микроорганизмдер инфекциялық аурулар тудырады. Ең бірінші гастрит пен асқазан жарасы, хеликобактер пилори сипаттамасы. Бұл бактерия асқазан қабырғасын зақымдап, қабынуды, гастрит және жаралардың, асқазан немесе 12 ішектің жараларын тудырады. Бұл микробтар диарея, құсу, іштің ауруы сияқты белгілермен сипатталып, жедел ішек инфекцияларын тудырады. Асқазан ішек жолдарының микробтары қуық пен бүйрекке әртүрлі тікелей және жанама әсер етеді. Бұл әсіресе микробиоманың тепе-теңдігі және оның өндірген метаболиттеріне байланысты. Қуық пен несеп жолдарының инфекциясы тікелей әсер етеді. Ішек микробтары әсіресе несеп жолдарына өтіп, инфекция тудыруы мүмкін. Әсіресе әйелдердегі зәр шығару жолдарындағы инфекцияларының 80%-дан астамы осы ішек микрофлорасына тікелей байланысты. Басқа ішек микробтары инфекцияларына себеп болуы мүмкін. Қалай пайда болады? Яғни асқазан ішектегі микробтар қуық пен бүйрекке қалай әсер етеді? Осыған тоқталсақ, жақын орналасқан ішек пен несеп шығару жолдарының анатомиялық байланысы, ішек микробиотасының дисбиозы, зәр шығару жолдарының патогендік микробтарының өсуіне ықпал етеді. Ал бүйрекке әсері, қабыну процестері, ішек микробиотасы өндірген токсиндер, мысалы, қан арқылы бүйрекке жетіп, қабынуды тудырады. Бұл созылмалы бүйрек ауруларының дамуына ықпал етеді. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін маған подписаться кнопкасын басып, лайк батырмасын басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.